Армысыздар, құрметті менің көрерменім. Бүгін сіздерге жетімнің көз жасы атты әңгімені баяндап беремін. Бастамас бұрын арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Ендеше әңгімемді бастайын. Жетімнің көз жасы. Есімді білгелі балалар үйінде ер жеттім. Маған әке де, ана да міне осы жетімхана бола білді. Мұнда біз жас шамамыз әртүрлі 80 шақты бала тәрбиелендік. Олардың басым көпшілігінің тағдыры менімен шамалас. Туыла салысымен тірі жетімге айналғандар. Ал енді бірін тіпті әке-шешесі ес білген шағында жетектеп әкеп тастап кеткен. Біздің 5 тәрбиешіміз болатын. Олар бір кезекте 3 адамнан болып ауысып отыратын. Біз оларды мама деп айтатынбыз. Бұл кісілер қасиетті ана атына 1000 есе лайықтығын. Айтпақшы, менің атым Азамат, ал балалар мені мусорщик дейді. Неге дейсіз бе? Қазір айтамын. Бізге Рәзия деген мамамыз дәріс оқытатын. Жүзінде жылулық бар, ол кісі бүткіл жетімхана сыйлайтын. Бір күні Рәзия мамамыз жайлы қаралы хабар келді. Қайтыс болыпты. Қайтыс болдыны біз жетімдер түсініппіз ба? Рәзия мамамыздың туыстары Құран оқытқанда тамаққа бір тойдық-ау деп қуандық. Бірақ кейін білдік мәңгілік келмеске кеткенін. Өкінгенмен пайда жоқ еді. Дәріс беретін мамамыздың орнына түсі суық, шашы иығынан ғана келген бір әйел келді. Аты есімде жоқ. Мінезін түрі айтқындап тұрғандай еді. Нағыз сұмның өзі. Шулауды, еркелеу дегенді ұмыттық. Тыпыр еткен адам көрсе болды жазалайтын. Бірде сабақта қатты дәрет қысып, сыртқа шығып келуімді өтіндім. Кейін шығасын деп ұрсып тастады өзіме. Жас шамам 9-да болатын. 9-дағы бала шыдай алсын ба? Отырған күйімде аяғыма жабысып, етенге қарай ыстық сары су төгілді. Бәрі байқады. Демек, бәрі де бітті деген сөз. Маған айтылған айқайды сіздерге айтып жеткізе алмаймын. Ең сорақысы, апайдың анасы мұсырға тастап кеткен сорлы жетім мусорщик деген сөзі. Дұшпаныма да тілемеймін ол күнді. Мен таңға дейін жылап шықтым. Ертесі балалардың мазақтауымен мусорщик атанып кеттім. Қаншасымен осыны айтқаны үшін төбелестім. Бірақ қалқиған қосқұлақ оған да еті үйренді. Әлгі Сұрқия апайымыз көп істемеді. Бір күні жұмыстан кетті. Кететін дейі де бар еді. Себебі мұнда көздері жәутеңдеген балапандарға мейірімділік аса қажет еді. Мен заманның қиын кезінде дүниеге келдім. Сол себептен де болар мені ешкім асырап алмады. Есім кіргесін кімге керекпін? Өзімнен кішкентай есін білмейтін жетімді асырап алуға әкетіп бара жатқанын көргенде іштей қызғанатынмын. Осы орайда құрметті менің оқырман туыстарым, бала есі кірген болса да асырап алыңыздаршы. Олар да жанұя бақытын сыйлай алады деп айтқым келеді. Мені туған әйел шынында мені босанған соң 4 айдан кейін қоқысқа тастап кеткен екен. Мен оған осы үшін ғана ренжулімін. Неге тым болмағанда басқалар сияқты біреудің есігінің алдына қойып кетпеді екен? Сонда да мен ол әйелді құрметтеймін, жақсы көремін. Мені алдыртып тастамай, денімді сау қылып туып, дүниені көруіме мүмкіндік берді. Алда-жалда оны кездестіріп жататын болсам, мусорщик балаң ер жетті деп күліп қарсы алатын едім. Балалар үйінде жүргенімде бізге көмектесетін мейірбан жандарға Алла жолын оң қылсын деп дұға жасайтынмын. Алла деген ол бізді жаратқанын білемін және Алланы өзіме ойша дос санайтынмын. Қазір оқимын. 18 жасымнан соң балалар үйінен кеттім. Мемлекет берген жастар жатақханасын паналаудамын. Бос уақытымда жұмыс істеп ақша табамын. Оқырман туыстарым, ешкімді жетімсің деп өксітпекші.
жетімі мен жесірін жылатпаған халық емеспіз бе? Бұл сөзді қолданыстан жоқ қылатын дәрежеге жетекші. Қайрат Нұрлы Қасымұлы, әлеуметтік желі парақшасынан. Әңгімемді тыңдағандарыңыз үшін баршаларыңызға рахмет. Баршаларыңыздың отбасыңыз аман, деніңіз сау болсын. Әңгіме ұнаса, комментарий жазып, лайк басуды ұмытпаңыз. Келесідегі шығарылатын бұдан да әсерлі, қызықты әңгімелерді тыңдағыңыз келсе, маған тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыз. Сау, саламатта болыңыз, аман болыңыз.